Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте оңай печенье дайындаймыз. Ол үшін бізге сары майдың орнына маргарин алуға болады, жұмсарған. Секер қосамыз. Осылай шанышқымен езіп аламыз секермен майды. Содан кейін бір чайный ложка разрыхлитель араластырамыз. Сосын ұн қосып қамыр жасаймыз. Өте оңай, жұмыртқа ештеңе қосылмайды. Ең бастысы қолжетімді, үйдегі бар заттармен жасалады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.